Жетінші лекциямыздың тақырыбы батыстық ағартушылық бағытындағы қаламгерлер шығармашылығының жетістіктері. Лекциямыздың мақсаты 20 ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің шығармаларына әдеби теориялық қысқаша талдаулар жасау. Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлиннің өмірі мен шығармашылығына қатысты тәуелсіздік жылдары жарыққа шыққан құнды деректерді саралау. Ілияс Жансүгіров, Қошке Кемеңгерұлы және Бернияз Күлеевтің шығармашылығының өзіндік ерекшелігін айқындау. Терең теориялық талдаулар жасауға тырысамыз. Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығы ұлттық поэзиядағы жаңашылдық. Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығы, Бейімбет Майлин әңгімелерінің көркемдік сипаты, Бернияз Күлеевпен және қазақ поэзиясының жаңа межесі Қошке Кемеңгер шығармашылығының жалпы сипаты, Ілияс Жансүгіров шығармашылығы жайында қысқаша ой қозғаймыз. Мағжанның шығармашылық жолы Қызылжар қаласында оқып жүргенде басталады. Бойында әдебиетке деген құштарлықтың ұшқыны бар жас Мағжанның жүрегіне 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы орасан зор әсер тигізеді. Абайдың жыры талапкер ақын жүрегіндегі ұшқынға алау береді. Алғашқы жырларын жазады. Татар жазушы Ғалымжан Ибрагимовтың көмегімен 12 жылы Қазан қаласында Мағжанның Шолпан деп аталатын тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. 22 жылы Қазанда ақынның таңдамалы өлеңдер жинағы кітап болып шығады. Мағжан лирикалық өлеңдермен қатар бірнеше көркем поэмалар жазған ақын. Атап айтқанда Қойлыбайдың қобызы, Батыр баян, Қорқыт поэмалары ақын талантының ерекше қырын танытады. Өршіл ақын екі тілге бірдей жүйрік, жалынды насихатшы, алғыр да жігерлі, оның үстіне түр-тұрпаты айта қаларлықтай келісті, бала жігіт тез көзге түсіп, көрнекті тұлғаға айналады. Сәкеннің жан-жақты білім алуы, азаматтық әлеуметтік көзқарастарының қалыптасуы, шығармашылық қаламының басталуы, оның 1908-13 жылдары Ақмолада Приходская школада, қалалық училищеде, 13-16 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыған жылдармен тығыз байланысты. Тырнақ алдымен Нілді зауытында қалжың өлең жазудан бастаған жас дарын қазақ фольклорын, Абай шығармаларын, орыс, Европа әдебиеті классиктерін игеруге талаптанады. Айқап журналына хабар, сын мақала, бірнеше өлеңдер бастырылады. 1914 жылы 20 жастағы семинарист Сәкен Сейфуллиннің өткен күндер атты өлеңдер жинағы Қазан қаласында басылып шығады. Бейімбет Майлин 1923-37 жылдар аралығында Ауыл, Еңбекші қазақ, Ауыл тілі газеттерінің әдеби қызметкері, редакторы, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің бөлім меңгерушісі, редактордың орынбасары, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы қызметтерін атқарған ақын. Майлин поэзия, проза, драма саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Ол Садақ қолжазба журналында, Айқап журналында, Қазақ газетінде жариялаған алғашқы өлеңдерінен бастап ел өмірінің сан салалы көкейкесті мәселелеріне ден қояды. Сахара жұртының мұң-мұқтажын, арман аңсарын, әсіресе азаттық, теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Қаламгер қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосты. Оның Байдың қызы, Разия қыз, Қашқын келіншек, Зайкүл, Маржан, Өтірікке байге кемпірдің ертегісі, Бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығы мен оқиғалық тартымдылығы мен өзіндік тіл стилі мен қазақ поэзиясының көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады.
Бернияз Күлеев 1899 жылы бұрынғы Ақтөбе губерниясы Бөрте болысының 5 ауылында кедей шаруа отбасында дүниеге келген. Бекен атасы Берниязды 8 жасынан бастап оқытады. Ел ішіндегі медресе мектептерде әуелі ескіше, кәдімше, кейіннен жаңаша, жадиче білім алған Бернияз Орынборда Хусайновтың мектебінде, одан кейін 2 класстық школада, оны бітіргеннен кейін Ақтөбе гимназиясында, 17-18 жылдары Орынбор қаласындағы Қырғыз мұғалімдік семинариясында орысша оқып, дүниелік ғылымнан пән жүйесінде мағлұмат алады. Білімге құштар, әрі зейінді, студент өзінің оқып жүрген кездерінде семинария, гимназия сабақтарымен ғана шектелмей, орыс, қазақ, татар, батыс әдебиеті үлгілерімен, әсіресе Пушкиннің, Лермонтовтың, Абай шығармаларымен көп шұғылданады. Бернияздың таңдамалы тұңғыш жинағы 1969 жылы Айтшақайың деген атпен жарық көрді. Бұл таңдамалы жинаққа ақынның ең таңдаулы деген 143 өлеңі мен Жердің жүзі жаз еді, қайда екен, жорық, жынтымын ғой, кейде қаным таситын деп аталатын 4 поэмасы енгізіледі. Көшке Кемеңгерұлы 1896 жылы 15 шілдеде сол кездегі территориялық бөлініс бойынша Ақмола облысы Омбы уезінің Қаржас ауылында дүниеге келген. Білім мен білікке ұмтылған Көшке Кемеңгерұлының тағдыры талайы зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қат-қабат байланысып жатыр. Ол 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз ұлт әдебиетіне, драматургиясына, журналистикасына, ғылымына айрықша үлес қосты. Осы уақыт аралығында Көшке өз қатарластарымен бірге отаршылдыққа, ұлт азаттық күреске қатысты. Көшке Кемеңгерұлының 23-30 жылдар аралығында Орынбор, Мәскеу, Қызылорда, Алматы, Ташкент қалаларынан әдеби көркем, тарихи оқу әдістемелік бағыттарында жазылған 10 кітабы жарық көрді. Бұл әрине біздің бұл ұлы тұлғаларымыздың қазақ әдебиетімізіне қосқан үлестер еді.